Әрбір жағдайымызда, сол жағдайларымыздың бірі осы тура жолдағы жақсылықта болу. Айтады рахимахуллах: "Тааммал хадакаллаху ма қад назамтуху тааммула ман қад кана лил хаққи яқсиду." Осы тура жолда болуды шын жүрекпен қалап тұрған адамның ойлануында ойлан деп жатыр. Келешекте айтылатын байттар әшейін бір айтылған сөз болып қалмасын, сол айтылған сөздерді дұрыстап ойлан деп жатыр. Ойланғанда әшейін мәлімет үшін, кейбір аяттарды біліп қою үшін, немесе басқа біреуден мәліметі көбірек болып қалу үшін, не деп айтылған екен деп қою үшін ғана емес, бәлкім хақты талап етіп, жақсылықты біліп үйреніп оған амал қылу ниетінде ойлан деп отыр. Ибн Қайым рахимахуллах кітаптарының бірінде жақсылыққа жету туралы айтқан уақытында айтады, қандай бір жақсылыққа адам жетпекші болатын болса, сол жақсылыққа жетудің басында 4 нәрсе керек болады. Қандай бір жақсылыққа жетпекші болатын болса, сол жақсылыққа жетудің басында 4 нәрсе болады. Ең бірінші, адамда сол жақсылыққа жетуде дұрыс ниет болу керек. Аллах субханаху ва тааланың бұйырған нәрсесін орындауда да, қайтарған нәрсесінен тыйылуда да ниет дұрыс болу керек. Аллах субханаху ва таала үшін, соның ризалығы үшін, соған жақын болам, осы менен Аллахтың жаннатына жетемін, Аллахтың ризалығына жетемін деген дұрыс ниет болу керек. Адамдардың көзі үшін, сөзі үшін, олардың мақтау үшін емес, Аллах субханаху ва таалаға болған ықыластылықпенен ең басында болу керек. Екіншісі, адам сол жақсылықты істеуге жүректен шешім қабылдау керек. Бұның турасында тұратын нәрсе әлсіздік. Бұның турасында, бағанағы ниеттің, ықыластың турасында тұратын ширк болатын болса, мына жерде дұрыс шешім қабылдау менен жүрекпенен орындаудың турасында әлсіздік, жалқаулық тұрады. Себебі қанша адамдар бар, ниеттері дұрыс бір нәрсені істеуге, бірақ жүректе нелері жоқ, соны істеймін деген шешім жоқ. Біледі сол нәрсе жақсылық, істеу керек, бірақ қабылдау деген нәрсе жүректе. Соны істеймін мен, жетемін деген нәрсе жоқ, сол үшін ол істей алмайды. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллам дуада не деді? Аллахумма инни аузу бика минал хамми вал хазан ва минал аджзи вал касал. Әлсіздік және жалқаулықтың жамандығынан пана тілеймін деп жатыр. Неге? Себебі қанша адамдар жақсылықты біледі, жету керек екенін де біледі, бірақ әлсіздігі үшін және жалқаулығы үшін жете алмайды. Осы ниетпенен және сол шешім қабылдауменен үшінші, төртінші нәрсені осы жерге қосып қою керек. Ол не? Үшіншісі, сол істеп жатқан нәрсесінің артында тұратын амалдың қандай дәрежеде биік екені Аллахтың алдында. Немесе тастау керек болған амал Аллахтың алдында қаншалық дәрежеде жаман екенін біліп қою керек. Себебі бұл сол істі істеуге жақсылық болса, немесе жамандық болса, тастауға не болады бұл? Бұл сол нәрсеге ондаушы болады, шағырушы болады. Адамды соған қызықтырады, немесе қорқытады. Оны Ибн Қайым рахимахуллах ар-рағба уар-рахба деп түсіндіреді. Ар-рағба деген бір нәрсеге қызығу, ар-рахба деген бір нәрседен қорқу. Бір нәрсенің қаншалық дәрежеде Аллахтың алдында қасиетті екенін білсе, оған қызығуы не болады? Күшейеді. Қандай бір нәрсені Аллахтың алдында жаман екенін білсе, ол уақытта сол жаман амалды тастауға қорқуы, бәлкім айтсақ, істеп қоюдан қорқуы соншалық дәрежеде күшті болады. Сол үшін қай бір жақсылықты істемекші адам, немесе қандай бір жамандықты тастамақшы, осы нәрсеге көңіл бөлу керек. Ниет дұрыс болу керек. Сол нәрсені істеймін деген
жүрегінде шешім болу керек. Сол нәрсе туралы мәліметі болу керек. Кешеге айтқандай, Рамазан туралы азғантай болса да сөз айттық, солай ма? Сол жерде кейбір нәрселерді қызықтырдық, кейбір нәрселерден ескерттік. Осы нәрсені біліп қою сөзсіз төбедегі екеуге не болады? Жәрдем береді. Ниетің дұрыстауға және шешім қабылдап, ар жағына қызығу менен сол жақсы істі істеуге бір бол шақырушы болады. Сол үшін айтылып жатыр мына жерде, келешекте айтылатын сөздерді, жақсылықты, туралықты шын жүрегі менен талап етуші адамның ойлануында ойлан деп жатыр. Демек, бұл дәлел қылады, келешекте айтылатын нәрселер әшін сөз емес, бәлкім ол туралы ойланып, дұрыс түсінуге әрекет қылу керек.